Ме балалар, қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 67-ші бетін ашамыз. Бүгінгі өтетін тақырып нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Өткен сабақта алған білімдерімізді қайталап, еске түсіру мақсатында бірнеше жаттығу берілген екен. Осы жаттығуларды орындаймыз. Алдымен дәптерімізді аламыз. Бүгінгі күннің жадысын жазамыз. 30 қазан. Мен не үйрендім деп жазып қоямыз да, бірінші жаттығу дейміз. Балалар, бірінші жаттығуды қарайық. Өлеңді оқы және оның не туралы екенін анықта. Өлеңді мұқият, мәнерлеп түсініп оқып аламыз да, астында берілген мына тапсырманы орындаймыз. Қай қатардағы сөз жоғарыдағы өлеңнің аты бола алады? Ойыңды дәлелде. Мына екі сөздің қайсысы өлеңнің тақырыбы бола алады? Мектебім сөзі ме, әлде бесігім сөзі ме? Бірінші жаттығу дейміз да, осы екі сөздің біреуін ғана таңдап жазамыз. Келесі, құшағы, бағы деген сөздер тұр ғой астында. Сол сөздердегі ы әрпін алып тастап, дәптерге дәл осылай жазамыз. Тек ы әрпін алып тастаймыз. Сонда сөз өзгереді ережеге байланысты. Екінші жаттығу дейміз, бір жол тастап, көп нүктенің орнына н, ың әріптерінің тиісін қойып, көшіріп жазамыз. Азат жол сақтаймыз балалар. Қойған н, ың әріптерінің астын сызамыз карандашпен. Үшінші жаттығу деймізде, бізге 6 сөз берілген, ішінде дұрыс тасмалданбаған сөздер бар. Сол дұрыс тасмалданбаған сөздерді тауып аламыз. Тауып алғаннан кейін оларды дұрыс тасмалдап дәптерге жазамыз. Мінекей осы 3 тапсырма. Асықпай әдемілеп орындаймыз. Жазып болғаннан кейін балалар Окедусқа жүктейміз. Осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңыз.